Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз қазақ тілінің келесі бір саласы морфология тарауына тоқталатын боламыз. Оның ішінде сөздердің жасалу жолдары, зат есімнің мағыналық түрлері, зат есімнің түрленуі, сан есім және оның мағыналық түрлері, сан есімнің сөйлемдегі қызметтеріне тоқталатын боламыз. Жалпы қазақ тілінде сөздердің жасалуының бірнеше жолы бар. Бірінші, ең алдымен, яғни түбір сөзге сөз тудырушы жұрнақ жалғанады. Мысалы, балалық, кітапша, ақылшы, түбіріне назар аударатын болсаңыздар, кітап өз алдында бір үлкен кітап секілді. Бұл жерде мысалға бұл сөз тудырушы жұрнағымыз сөз түрлендіруші және сөз тудырушы жұрнақ болып екіге бөлінеді. Кітап деген кезде мысалға біз кәдімгі үлкен кітапты елестететін болсақ, ал ша яғни сөз түрлендіруші жұрнақ болып табылады бұл жерде, яғни кітапша, яғни кітаптың көлемін кішірейтіп айтқандағы түрін айтып тұр. Ақылшы, ақыл деген жалпы не деген сұраққа жауап беретін болса, ш деген жұрнақтың жалғануы арқылы жаңа сөз туды, яғни ш деген бұл жерде сөз тудырушы жұрнақ болып саналады. Яғни ақылшы кім, яғни зат есім болып тұр. Айт дейтін болсақ, мысалға етістік, бір нәрсені айт, әңгімені айт деген секілді, немесе ыс деген сөз тудырушы жұрнақ жалғануы арқылы жаңа сөз, яғни айтыс деген жаңа сөз туды. Мысалы, бастапқы мағынасы кәдімгі етістік болатын болса, ыс деген жұрнақтың жалғануының арқасында бұл жерде зат есім жасалып тұр. Екінші сөздердің жасалу жолы ол бірігу арқылы жасалады. Мысалы, түрегелді, тұра келді, ашудас, ашу тас, белбеу, бел, бау. 80, 8-10 деген сөздердің бірігу арқылы, келесі сөздердің қосарлануы арқылы жасалады. Яғни, мына жердегі мысалдан көріп отырсыздар, қазір біз алдағы уақытта әрбіреуіне жеке-жеке тоқталатын боламыз. Ал енді біз бәріміз білеміз, қазақ тілінде біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз және де тіркескен сөздер, бұлар бізде күрделі сөздерге жатады. Ал енді осы біріккен сөздер ішінара біріккен және кіріккен болып бөлінеді. Біріккен сөздерді бәріміз білеміз, екі немесе одан да көп түбірдің бірігуі арқылы жасалады, және де неше түбірден құралса да бәрі бір ғана сұраққа жауап береді. Яғни, бұл бізде біріккен сөз. Мысалы, талды қорған, талды және қорған деген екі түбірдің бірігуі арқылы қаланың аты. Тас, бақа, тас және бақа екі түбірдің бірігуі арқылы тасбақа деген сөз туып тұр. Енді кіріккен сөз деп айтып жатамыз. Кіріккен сөз дегеніміз жалпы бұл да біріккен сөздердің құрамына енеді, бірақ та бұл жерде түбірлері, жаңағы екі түбір немесе үш түбірден біріккен кезде белгілі бір дыбыстық өзгеріске ұшырайды. Мысалы, мына жердегі мысалдардан көрулеріңізге болады. Биыл деген сөз жалпы біріккен сөз, оның ішінде кіріккен сөз. Бұл, жыл деген екі түбірдің бірігуі арқылы жасалған, кейін уақыт өте, яғни дыбыстық өзгеріске ұшырап тұр. Бүгін, бұл күн, яғни бұл жерде де дыбыстық өзгеріске ұшырап барып бірігіп тұр. Әкел, алып, кел, яғни екі етістік, әкел деген қысқа ғана, яғни дыбыстық өзгеріске ұшырап барып бірігіп тұр. Яғни бұндай сөздерді біз қазақ тілінде кіріккен сөздер дейміз, яғни белгілі бір дыбыстық өзгеріске ұшырап барып біріккен сөздерді. Келесі сөз қос сөз. Қос сөз сөзі екі сөздің, екі түбірдің қосарланып немесе қайталанып айтылуынан жасалған сөздердің тобы. Қос сөздің екі түрі бар: қайталама қос сөз және қосарлама қос сөз.
Қайталама қос сөз сыңарлары бір түбірден жасалатын қос сөз. Мысалы, көре, яғни бірінші түбірді екінші рет қайталау арқылы көзбе көз, өз-өзінен бастапқы түбір сақталып қалып отыр. Тау деген секілді. Сонымен қоса, осы қайталама қос сөздердің мынадай жасалу жолдарына тоқтала кетейік. Жалпы ең алдымен қосымшасыз бір түбірдің қайталануынан жасалады. Үлкен, су, тікен деген секілді. Екіншіден, қосымшалы бір түбірдің қайталануынан жасалады. Қосымшалы, яғни бұл жерде бірінші кезде түбір сөзі ғана болатын болса, екіншіде, яғни сол түбірге белгілі бір қосымша жалғану, бара, айтып, сөйлей, көре деген секілді, иә. Үшіншіден, түбірдің бір сыңары дыбыстық өзгеріске ұшырап барып жасалады. Кісі, місі, қағаз, мағаз, кітап, мітап, шай, пай деген секілді. Яғни, бірінші түбірі мағыналы болып, екінші түбірі белгілі бір дыбыстық өзгеріске ұшырайды. Сонымен қоса, бір сыңары ықшамдалып жасалады. Мысалға, тегіс қысқарып барып бірге де жап-жасыл, ап-ашы деген секілді. Ал енді қосарлама қос сөзге келетін болсақ, сыңарлары әртүрлі түбірден жасалатын қос сөз. Қосарлама қос сөз дейміз, яғни бұл жерде түбірдің сыңарлары әртүрлі болады. Үлкен, кіші, алыс, жақын, қысы, жазы деген секілді. Ал енді осы қосарлама қос сөздердің жасалу жолына тоқтала кететін болсақ, біріншіден сыңарлары синонимдес болып келу керек. Зәре-құт, яғни зәре-құты қашу деген мағынада, иә? Зәре-құты. Зәре дегенде, құты дегенде, яғни синонимдес сөздер. Ашу, ыза, яғни синонимдес сөздер. Яғни қосарлама қос сөздер жасалғанда, яғни екі сөзде бір-біріне мағына жағынан үйлесіп тұруы керек. Сыңарлары антонимдес болып та келетін кездері болады. Оңды, солды, әрі, бері, ірілі, ұсақты деген секілді. Сонымен қоса, бір сыңары мағынасыз болып келеді. Арық, тұрқ, бала, шаға, емін, еркін деген секілді. Екі сыңары да мағынасыз болып келеді. Анда-санда, ығы-жығы, яғни бұндай қос сөздер осылай бірге қолдану арқылы ғана сөйлем құрай алады. Сыңарлары әртүрлі болып та келеді. Ғылыми, көпшілік, саяси, әлеуметтік, этно, мәдени деген секілді. Ал енді қысқарған сөздер бізде күрделі атаулардың аттары қысқартылып, ықшамдалып айтылады, иә? Ал енді осы қысқарған сөздерді 4 түрлі жолмен жасайды. 4 түрлі жолмен қысқарталамыз біз. Ең алдымен күрделі атаудың құрамындағы әрбір сөздің, яғни әрбір түбірдің тек бірінші дыбыстары ғана. Мысалы, ТМД, иә? Тәуелсіз мемлекет достастығы, біріккен ұлттар ұйымы, яғни әрбір түбірдің бірінші басқа әріптері ғана алынып отыр. Екіншіден, күрделі атаудың құрамындағы алғашқы сөздің бірінші буыны мен соңғы сөздерінің бірінші дыбыстарын қысқарып береді. Мысалы, казбу деген секілді. Күрделі атаудың құрамындағы әрбір сөздің бірінші буындары қысқарады. Мысалы, кеңшар, кеңестік шаруашылық, ұжымшар, ұжымдық шаруашылық, физмат, физика, математика деген секілді. Сонымен қоса, күрделі атаудың құрамындағы алғашқы сөздің бірінші буыны мен келесі сөздің түбір күйінде қысқаруы. Мысалы, пет, институт, нет, колледж, нет, пункт деген секілді. Өлшем бірліктің атауы қысқартылып, мысалға сантиметрді см дейміз, килограмм дегенді кг деген секілді. Бұл қысқарған сөздерді біз жазғанда мынадай заңдылықты есте сақтауымыз қажет. Қысқарған сөздердің бірінші, екінші түрі, яғни күрделі атаудың құрамындағы әрбір сөз тек бірінші дыбыстары ғана қысқарған кезде, сонымен қоса
күрделі атаудың құрамындағы алғашқы сөздің бірінші буыны мен соңғы сөздің бірінші дыбысы қысқарған кезде өлшем бірлігі атауларына қосымша жалғаған кезде міндетті түрде дефис қойылады. Мысалы, міне төмендегі мысалдардан көре аласыздар. ТМД ға, ақш қа, СМ ге, сантиметрге деген секілді. Күрделі сөздердің келесі бір түрі тіркескен сөздер. Екі немесе одан да көп сөздердің тіркесіп келіп бір ұғымды, бір күрделі ұғымды білдіруін айтамыз. Жалпы бұл тіркескен сөздер екі түрлі болып бөлінеді. Еркін тіркес, бұл кәдімгі сөз тіркесі, келе жатыр, жазып отыр деген секілді, оқып жүр деген секілді. Яғни бұның бұл сөздердің орны еркін, яғни бұл сөздердің орнын біз синонимдес сөздермен немесе басқа бір сөздермен алмастыра аламыз. Ал тұрақты тіркес деген бар. Тұрақты тіркес ол да екі немесе одан да көп түбірдің тіркесуінен жасалады. Бірнеше жаңағы түбірден жасалса да бір ғана мағынаны береді және бір ғана сұраққа жауап береді. Бұл тұрақты тіркестің орны тұрақты. Біз оны басқа сөздермен алмастыра алмаймыз. Мысалы, қас пен көздің арасы деген тұрақты тіркес. Бұны біз мынау шаш пен бастың арасы, немесе мойын мен қолдың арасы деген секілді басқа тіркестермен алмастыра алмаймыз. Тек қана осы қас пен көздің арасы, яғни тез деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да бұл тіркестің түрі тұрақты деп аталып тұр. Енді бізде жалпы сөз табы күрделі зат есімдерде кездесіп жатады. Алматы қаласы, күрделі сын есімдерде кездесіп жатады. Қарагер, ұзын бойлы, күрделі сан есімдер 15, 200, күрделі етістік, келіп отыр, деп айтты, күрделі үстеу, күні бойы, ала жаздай деген секілді. Яғни күрделі сөз таптары да бізде бар. Ал енді сөз табы, ең бірінші сөз табы, яғни зат есімге тоқталатын болсақ, жалпы барлығыңызға белгілі зат есім заттың атын білдіретін сөз табы, сұрақтары кім не, кімдер нелер. Ал енді осы зат есім тұлғасына қарай, құрамына қарай, жалпы немесе жекелей атауына қарай, мағынасына қарай топтарға бөлінеді, түрлерге бөлінеді. Осы тұлғасына қарай негізгі зат есім, яғни негізгі түбір күйіндегі ғана тұрған зат есімді біз негізгі зат есім деп айтамыз. Яғни ешқандай жұрнақ, жалғау, жалғанбаған кезіндегі бата, құдық, ант деген секілді туынды зат есім сол негізгі зат есімге басқа сөз таптарының жұрнақ арқылы жасалған түрін айтамыз. Яғни сөз тудырушы жұрнақ арқылы жасалған түрі бұл жерде. Біл деген мысалға етістік, бастапқы мағынасы оған деген жұрнақ жалғану арқылы зат есім білім деген болды. Дос деген мысалға зат есім достық деп біз тағы да сөз тудырушы жұрнақ арқылы туынды зат есім жасап тұрмыз. Бора, тарсыл, тарс деген сөз тудырушы жұрнақтар. Құрамына қарай, егерде ол бір ғана түбірден жасалатын болса, дара зат есім болады. Егерде кем дегенде екі немесе одан да көп түбірден болатын болса, ол күрделі зат есім болады. Дара зат есімдерге туынды зат есімдерде жатады. Естеріңізде болсын. Қант, оқушы, баспалдақ деген секілді туынды зат есімдерде дара зат есім бола алады, себебі бір ғана түбірден құралып тұр. Күрделі зат есім дегеніміз екі немесе одан да көп түбірден немесе қысқарған түрін көріп тұрсыздар, міне күрделі зат есімнің.
Жалпылай немесе жекелей атауына қарай жалпы және жалқы есім, яғни жалпы есім ол барлық заттардың атауы болса, ал жалқы есім бір тектес заттардың немесе адамның аты, газет журналдың аты, қаланың аты деген секілді. Мағынасына қарай, яғни деректі дерексіз деп бөлінетінін білесіздер. Көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын заттар деректі, яғни біз оны көре аламыз, оны біз ұстай аламыз. Ал тек қана сезінетін, оймен, ақылмен ғана сезетін зат есімдерді біз дерексіз зат есім дейміз. Мысалға, қуаныш, біз оны іштей ғана сеземіз, бірақ оны біз қолымызға бүйтіп ұстап ала алмаймыз. Арман, біздің қиялымыз, арманымыз, оны бізде қолымызға ұстап көре алмаймыз. Яғни бұл заттар зат есімдер, дерексіз зат есімдер. Жалпы зат есім қалай жасалады? Зат есім жасайтын жұрнақтар міне алдарыңызда тұр. Зат есімнің рең мәнін тудыратын жұрнақтар еке, атеке, әпеке деп айтамыз, жәке, нөке деген секілді. Үй, атай, әкей, тай, ағатай, апатай деген секілді. Жан, ағажан, шақшет, құлыншақ. Яғни бұл зат есімнің рең мәнін тудыратын жұрнақтар. Ал енді келесі есімдерден зат есім жасайтын жұрнақтар шышы, қойшы, күйші, шаруашылық, шылық, шілік, лық, білік, дық, тік, балалық, кісілік. Яғни есім сөздерден зат есім жасайтын жұрнақтар. Сол секілді етістіктен зат есім жасайтын жұрнақтар да бар. Оны міне алдарыңызда көріп отырсыздар. М, ым, байла. Мысалға, етістік, байлам деген, яғни орамалдың түрі. Көзе, күзем, қысы, қыс, қысым деген секілді. Көр, міне осы жұрнақтарды осы 12 түрлі жұрнақтың жалғануы арқылы етістіктен зат есім жасаймыз. Ал енді жалпы зат есімнің сөйлемдегі қызметіне тоқталатын болса, жалпы бастауыш зат есім сөйлемде өзі атау септігінде тұрып бастауыштың қызметін атқарады. Кім не, кейбір кезде кімім, неңіз деген сұраққа жауап береді. Жел күшейе түсті, не, мысалға, менің әкем, кімім, кәсіпкер. Яғни бұл жерде бастауыштың қызметін атқарып тұр. Келесі зат есім ілік септігінде тұрып анықтауыштың қызметін атқаралады. Алтын сағат сыйлаған екен. Қырда ауылдың малдары жайылып жүр. Ауылдың дің, тың, яғни ілік септігінің жалғауы. Сонымен қоса алдындағы сөзді айқындап тұр. Зат есім атау мен ілік септіктерінен басқа септіктер тұлғасында тұрып толықтауыш бола алады. Яғни атау мен іліктен басқа барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерінде тұрып толықтауыштың қызметін атқарады. Тәрбие тілден басталады. Ден бізде шығыс септігінің жалғауы. Сол секілді зат есім барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерінде тұрып немесе көмекші есіммен, септеулік шылаумен тіркесіп келіп пысықтауыштың қызметін атқарады. Біз мектепке қарай жүгірдік. Қарай. Көмекші есім, мен оқу үшін қалаға барамын. Үшін. Көлеңкеде атам отыр. Яғни барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерімен тіркесіп келіп, немесе септеулік шылаулармен тіркесіп келіп, немесе көмекші есіммен тіркесіп келіп, сөйлемде пысықтауыштың қызметін атқарады. Сонымен қоса, зат есімдер жіктеліп келетін болса, және атау септігінде тұрып, сөйлемінде баяндауыштың қызметін атқарады.
егер де сөйлемнің соңында тұрса, атау септігінде тұрып, немесе жіктеліп келсе, баяндауыштың қызметін атқаратын болады. Біз бейбіт еңбекті сүйетін елміз. Біз жіктеліп келіп тұр, иә? Бала артта қалған із, байлық қолдағы мұз. Із, мұз атау септігінде тұрып, сөйлемнің соңында тұрып, баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Ал енді жаңа біз айттық көмекші есім деп. Көмекші есім дегеніміз жалпы лексикалық мағынасынан айырылып, сөйлемде екінші бір сөздің шылауында қолданатын зат есім. Мысалы, сырт, іш, маң, яғни жеке қолдана алмайды. Ал кейбір кезде көмекші есім көптік, септік жалғауларында келіп, басқа сөзге тәуелді болмай, жеке тұрықта сөйлем мүшесі бола алады. Мысалы, арттағы, арт бізде көмекші есім, тағылар деген қосымша жалғану арқылы кімдер, яғни зат есім болып тұр, немесе бастауыш деп айтамыз. Сонымен қоса сан есімге келетін болсақ, жалпы сан есімді бәріміз де білеміз, яғни заттың санын, мөлшерін, көлемін білдіру арқылы қанша, нешенше деген сұрақтарға жауап беріп, заттың санын білдіреді. Осы сан есім құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара сан есім негізгі сан есім, яғни түбір күйде тұрған, ешқандай жалғаусыз, жұрнақсыз тұрған 1, 17. Ал туынды сан есім дегеніміз, яғни жалғау, жалғанғандағы түрі, бірінші, ондаған деген секілді. Ал енді күрделі сан есімдер, қосарлы сан есімдер бізде кездеседі. 5, 6, яғни дефис арқылы жазылатын. Тіркесті сан есімдер 10 шақты, 2-ден 1 деген секілді, 1000-нан аса деген секілді, 11 деген секілді сан есімдер жатады. Ал енді сан есімнің мағыналық түрлері міне жалпы 6 мағыналық түрі бар. Есептік сан есім, қанша, неше, яғни ешқандай жалғаусыз тұрған күйі, неше, қанша деген сұраққа нақты сұраққа жауап беріп, нақты санды білдіреді. Реттік сан есім, ыншы, яғни сол есептік сан есімге ыншы, нышы деген жұрнақ жалғану арқылы ретін білдіреді. Нешенші деген сұраққа жауап беретін болады. Бірінші, екінші, тағы да басқа. Жинақтық сан есім, бұл бізде 1-ден 7-ге дейінгі, яғни 1, 2 деп жинақтап айтамыз. Топтау сан есімі, сан есімге шығыс септігі жалғану арқылы жасалады. Заттың топталған түрі нешеден, 3-ден, 2-ден, кейде қосарланып та келіп жатады, 10, 10-нан, 5, 5-тен деген секілді. Кейде түбір күйінде де кездеседі, яғни негізгі есептік сан есімге шығыс септігінің жалғауы жалғанған кезде топтау сан есімі болады. Болжалдық сан есім, яғни дәл айтпай, санды болжап көрсету. Сан есімге даған деген, таған деген, дай дей, тай дей жұрнақтарын жалғану арқылы жүздеген, 40-тай, 40-тай деген кезде мысалға 40-тан сәл асуы мүмкін, немесе нақты сол 40-тың өзі болуы мүмкін деген секілді. Жүздеген адам, 100-ге толуы да мүмкін, толмауы да мүмкін, шамалап болжап айтамыз. Екінші бір осы болжалдық сан есімнің жасалу түрі, сан есімге көптік жалғаулары мен септік жалғаулары қатар жалғанады. 10 шақты, яғни 30-дарда, яғни сан есімге көптік және септік жалғауының біреуі жалғанады. 50-лерде, нақты 50-де емес, 50-ден сәл асуы да мүмкін деген секілді. Екінші, келесі бір түрі, сан есімге шақты, жуық, тарта, таман деген септеулік шылаулардың тіркесуі арқылы жасалады. 10 шақты, 100-ге жуық деген секілді. Келесі, екі түрлі санның қосарлануы арқылы жасалады. 2, 3, нақты, екеу ма, үшеу ма белгісіз. 10, 15
яғни нақты 10, осы 10 мен 15-тің аралығы деген мағынада. Бөлшектік сан есім заттың бөлшектік санын білдіреді, яғни қанша неше деген сұраққа жауап береді. Бұны біз көбінесе математикада қолданамыз, иә. 2-ден 1, 2,5 деген секілді. Ал енді осы сан есімнің сөйлемдегі қызметіне тоқталатын болсақ, жалпы сан есім сөйлемде анықтауыштың қызметін атқарады. Үйдегі 5-6 малымыз жоғалып кетті. Бұл жерде 5-6 деген сан есім анықтауыштың қызметін атқарып тұр. Заттанған сан есім атау септігінде тұр, бастауыш бола алады. Алтау ала болса ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса төбедегі түседі. Нешеу деген сұрақ қоймаймыз бұл жерде. Не ала болса, немесе кім ала болса, кім түгел болса деген. 40 қасиетті сан. Не қасиетті сан? Неше демейміз бұл жерде. Яғни бұл жерде сан есім заттанып атау септігінде тұр. Келесі сан есім заттанып келіп толықтауыш болады. Екеуінен үйренген саған жетеді. Білікті бірді, заттанып келіпті бірді. Сан есім етістікпен тіркесіп, іс-әрекеттің мөлшерін білдіріп пысықтауыш болады. Етістікпен тіркесіп келсе, немесе сол жаңағы орындалып жатқан іс-әрекеттің мөлшерін білдіріп анықтайтын болса, пысықтауыштың қызметін атқарады. Ат баспаймын деген жерін 3 басады. 3 басады, яғни етістікпен тіркесіп кетіп тұр. Олар бүгін футболды бірінші ойнайды. Ол сол әнді тойда 3 айтты. Яғни етістікпен тіркесіп келіп тұрған сан есімдер. Сонымен қоса, сан есім сөйлем соңында жіктеліп келетін болса, немесе заттанып келетін болса, баяндауыштың қызметін атқарады. Оның жақсы көретін саны 7, яғни сөйлемнің соңында тұрып баяндауыш болады. Сен үйдің 5-шісісің. Оның жасы 6-ларда. Жіктеліп келген баяндауыш. Құрметті ұстаздар, осымен сан есімге және зат есімге арналған сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.